Hayırlı gün, hürmetli cemaat. Мен мында қызып сөйлеп барам, анда уақыты біткенде сөніп қалған екен ол. Мен аны көрмекші, хаман сөйлеп барам. Нәрсе айтасым келген еді, яңадан енді қабатлағаш ол шын көңілден де шықмай негедір міне. Бірінші тапқыр сөйлегенде сондай сөйлеу нешіктір көңілінің түбінен келе, шын көңілден келген сөздер бұла. Екінші тапқыр енді қабатлап айтканда ол алай нетмейді. Ну, шында да шын қарамастан айтасым келе, мен міне саясатқа қағылмайым, әмма шына қарамастан қайсы уақиғалар шотландыра. Мен міне бүгін гына оқып шықтым. Біздің Қазанда ұзатырған білесіз енді дәулетлер, жетекшілері келе, шында бірсі күнгәмі планлаштыралар. Абай Құнанбаев шағир, бүйік қазақ шағирына қайқай көрға, ашырға, қойғанларында ашырға шулай планлаштырып ойлылар. Ол енді мен айтасым келе 100 жылға яқын яшады. 1845 жылдан 1945 жылға қаділі яшады енді ол. Аны мен интернетқа кірсем, анда нәрсегіне yazмайлар. Ол ижад еткен де 19 ғасырда деп, түрлі хаталар. Шуға көре ол мәғлумат түрлі шығанақлардан оларға керек. Нәрсе айтасым келе, бұл шотландыра тұрған мезгіл, шүнки Қазанда біздің түркі халықлар келе, әлік СССР-дағы жүмхіретлер, союздаш тип атылары шулардан келелер, аларға шотлық, шүнки алар туғандаш халық екенні көріп, сүйініп, бірге байрам етіп кетелер деп ұшанам. Ол мен, мәселен, мына енді іске түшіруге тырышам еді сөйлеген сөздерімді. Мен ілікті шул туған тілімні юғары дәрежеде қабыл етті берген шағым болды. Қайсы мезгілдерде уақытында мен енді бек актив қатынашы берген едім. Біздің ұйышқан еді Түрк халықлары конгресі. Мен шында мәтбуғат сарқатибі, яғни пресс-секретар, анда түрлі иллерде болдық. Шул шотландыра еді. 16 жылыны мәселен Қырғызстанда Иссық-Көл янында шunda жиылдық. Шул жылыны болды Гагаузида, Молдовадағы Гагаузия, түркі халық біздің шуларының ауылы Қыпшақ деген шunda ұзды конференция түркі халықларының анда. Анын алдынан әлі 5 жылда Бакуда болды бик зур. Міне біздің шушы Қазанда үйішқан, ұздырып атқан байрамыны көлемінде шунды зур анда Түркияден, түрлі иллерден, түркі иллерден, шул Қазақстаннан, Өзбекстаннан һәм бүтән иллерден келген жетекшілер қатнашты. Мен аны бардым, яздым, газетте шығардым. Һәм енді хатта біз Румынияда да шыраштық. Ана Кипрда да, Кипр отырауында, анын алдынан Стамбул шақарында. Шунда нәрсе шотландырды. Мен уақытта түрк тілін білмеген едім. Әмі шуңа қарамастан өз тілінде сөйлегенде мені аңлылары, шул мені бик шотландыра еді, сүйіндіре еді. Мен сөйлеген едім. Шу отырауда, ауылда мен анда тауларына мініп, шунда түссем, анда кейбіт кішкенегіне шунда машина үлкер деп yazған. Мен аларға янына келдім де, айтам, бізде Татарстанда да шул үлкер сатыла, қазір
шулай deyip шынасалар менде сөйлесіп кетті де дастарханға шақырды, үстел шығарып қойдылар кибет алдынан. Мені сұрашалар, мен татарша жауап берем. Әгер де бала шақта әти-әни ұрышып татарша сөйлесуге қошмасалар, мен аларға кімге керек едім? Ме деп отырасың, бір сөз айта алмайшы. Біз ауылда тұрдық, туған ауылымызда, өз тілімізде сөйлестік. Енді шол міне кішілер шушындағы шотланып, әлі мен фотографиялар ясайым дегенде, аларының тігі Лев Коша, Никосия деп атаған шақырға да жиналған едім. Шунда егітлер, енді шул егітлер білен танышып, фотолар ясап, шунасын фотоны ясап қайтқанда, алар нешік шатланып, мені тігі автобусда қайтып келем, көрділер де. Енді 90 жылында бізде де, енді Татарстанда ол енді сәйір болмады фото. Тігінде бигіректі, ол вақытта бізде сотовый телефон деген ең зор байларда боладыр. Мұнда көптен енді автобуста кетіп бара, шофері телефоннан сөйлеше, сотовыйдан. Бұл мені фотографияны бірсі көрді де автобуста, мен бет аларыны білем деп, кетіп барған автобусны тоқтатып, мені шунан автобустан түшіріп, ақша да төлеттірмеділер. Шуларға отырып, тігілер білен, тігі кім фотоға түсті, шуларыны шақырып, шатланып, әйтерсің бір зор байрам, бір ойласаң. Алар енді утрауда тұрғаш қонақлар ол вақты сирек болғандыр, шуна көре бигіректі тіллері яқын, алар сұқланып, қара әлі қойдан келген мүңлер шақырым Ирақтан, әмі біздің тіліміз, туған тілімізге яқын тілді сөйлесе деп алар шундай шатланып еттілер, енді қабыл еттілер. Міне шу әлі кибет алдына отырғанда үлкен әйген, қортайған, шерлеген анасыны алған сүт білен сыйладылар, түрлі нәрселер. Менің тігі кухняда мутфак деп атылар түркше. Аларының нәрсе тәпси деп атылар. Поднос татарша, урша поднос деп кішкіне шуны бөлек еттілер. Тағы түрлі рызықлар бұла сыйладылар да, шунасын бірсін айтты, алып барып ташла қонақны. Мен айтам, міне бұл яқшы болды әлі, чүнки мен түн бойына ерер едім, соқырана, ол отельні таба алмайшы. Олда машина білен ертті, мен аны алман тілінде оқығанға көре, мен аны инглиз сөзлерін оқи алмайшы. Анда нәрсе янында енді ол Night клуб деп жазған екен, менде Нихт клуб деген болам. Шунда имеш, не дейм, Шато Ламбозы, Джелибрити, ол таба алмайшы. Урады, не хатлы бензин яқты. Шунасын мен аға ол тапқаш $3 бергенім, шатланып кетті. Уақыттағы $3, қазіргі $10 да артығырақ, енді бір $15 шундай. Инфляция бейді, біләсіз енді. Шуны айтасы келі. Туған тіліңні біліп, түркі тіліңді сөйлесіп, әлі қая барсаңда, сеңа құрмет көрсетелер. Қайсы елге барма, міне бұл біздің Қазанда шолтығы Абай Құнанбаевқа бағышлап хайкал ашу, анын алдынан енді Назарбаев урамында енді уақиға болашақ бір сүкінге. Анда ат қазаннан нәрсе дегенме енді Түркістан шәһәрінде, Қазақстанда нендейдір бір шундай хатыр хайкалімі шундай бір нәрсе, шундайны бізде де кішкенесін ілік қойғанлар екен, шул қазақ халқы білен досылаштық деп. Міне мен айтам, Арал шәһәрінде барғанда барып мен өз тілінде сөйлесіп, анда татар урамлары бар екен, тігі Мұса Жәлил урамы, Мұса Жәлилнің нәрсе деп айталар енді. Басмахана, типография яғни. Шунасын
урамы, һәйкәле, бөтен нәрсәсе бар анда. Анда мәчеттә, татар мәчет дип атыйлар, кызыл мәчет дип атыйлар кайсы вакытта. Шуны күрдем. Ничә тапкыр элек тә барган идем, әллә 7нче елны барып кайттыммы, бу ел да барган идем. Шунасын инде кайсы якка барма. Шул мин интернетта комментарийларны укып ятам, анда Сәмәй дигән шәһәр, Семипалатис Сәмәй дип казакча. Шунда да ди, бездә ди Габдулла Тукай, Муса Җәлил урамнары бар ди. Менә бу безнең халыклар, бигрәк тә төрки халыкларын дуслыгын күрсәтә инде. Ул безне шатландыра. Чөнки чын татар андый вакыйга шатланырга тиеш, сөенергә тиеш. Безне халкыбызны, безнең халкыбызның мәшһүр нәрсә диләр, атаклы балаларын хөрмәт итеп алар. Татар шагыйрьләренең исемен кушып, безгә хөрмәт күрсәтәләр. Әле Габдулла Тукайны алыгыз, мәсәлән, шул Ташкентдәме, Истанбулда парк бар, анда һәйкәл бар. Инде Азербайҗанда бар, Ташкентда бар, Казакстанда һәйкәл бар. Төрле төрки җөмһүриятләрдә Габдулла Тукайга багышланган һәйкәлләр бар. Шуңа күрә әйтәсе килә. Бик сөенеч күренеш ул. Менә мин базарга килеп җиттем, кызганычка каршы мин соң бит яза башладым. Шуңа күрә инде иң төп мәгънәле фикерләрне сөйләдем дә, сүнеп киткән камерага. Шуңа күрә инде кабатлап сөйләү уңай булмады инде. Ярый, шуның белән тамамлыйм. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау йөрегез.